Біз қыстың күні ең көп киетін жүн етіктеріміз, яғни угиді киіп далаға шығып келсек болғаны, бірден кір болып қалады. Лас болған етікті лақтырып тастай салайын десек, әрине олай жасай алмасақ. Ал жуайын десеңіздер, қалай жуу қажет амалын білмейсіздер ме? Үй жағдайында ең қарапайым түрде угиді қалай жуып тазалап киюге болады, осы жайында айтатын боламын. Бізге қажет заттар, олар шампунь, сүт, жылы су және де газет болса болғаны. Ең алдымен жүн етіктегі, яғни угидағы шаңдарды ең алдымен қағып тастаймыз. Содан соң салқын су емес, жылы су, 30 градустай жылы суға 200 мл сүт, яғни 200 мл-ден 2 стакан сүт құямыз. Және де 4-тен 1 стакан шампуньды құйып жақсылап араластырамыз. Осылай дайын болған суға угиді салып 3 минуттай жақсылап кірі шығатындай жақсылап салып қоямыз. Естеріңізде болсын, су етіктің бетін жауып тұратындай болуы қажет. Содан соң жұмсақ щеткамен жақсылап угиді толық сүртіп шығамыз. Етіктің ішіндегі жүндерді жуу үшін етіктің ішіне қолыңызды салып жақсылап езіп жуу қажет. Ал содан соң жылы суға таза болғанға дейін ерінбей қайта-қайта тазалап шаю қажет. Кір жуатын машина арқылы етікті сығып алуға да болады. Бірақ етіктің пішіні өзгеріп кететіндіктен мүмкін болса қолмен сыққандарыңыз абзал. Газетті қолдансаңыздар да етіктің суын тартып алуға болады. Газетті қайта-қайта басу арқылы да судан кептіруге болады. Етікті жақсылап таза суға шайып болғаннан соң, газетті етіктің ішіне салып, етік кепкенше салып қоямыз. Газет әрі кептіреді, әрі пішінін де әдемі көмектеседі. Ең соңында жел жақсы кіретін көлеңкеге қойып кептіреміз. Осылай су болған газетті қайта-қайта ауыстырып тұрсаңыз, тез кептіре аласыз. Қазірге дейін сіздермен бірге Бақыт кілті. Угиді, жүнді аяқ киімді үй жағдайында таза әрі иісін шығармай киіп жүрсеңіздер екен деймін. Рахмет.